Өңіріміздің мәдениет және өнер саласының майталмандары өздерінің төл мерекелерін атап өтті. Өнерге берілген азаматтар сан түрлі талант иесінің адамдарынсыз қоғамды елестету мүмкін болмайды. Олар шығармашылыққа берілген адамдар. Ал кез келген елдің танылып бағалануында өнер мен мәдениеттің рөлі орасан зор. Мәдениет саласы қызметкерлері үшін айтулы күнде сала мамандарын облыс әкімі де құттықтады. Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам бағдарламалық мақаласында мәдениет қазіргі заманға адамды қалыптастыру мен дамытуға ықпал ететін әлеуметтік жаңғыртудың маңызды бөлігі болып табылады деп атап көрсеткен. Ел тәуелсіздіктің 25 жылында бірталай тарихи дүниелеріміздің түгенделіп, ұлттық құндылықтарымыз қайтарылды. Бүгінде мәңгілік ел идеясының мақсат міндеттерін болашаққа бағдар еткен мемлекетіміздің рухани болмысы одан әрі биіктей түседі. Кейін өңір жетекшісі мәдениет саласында табыстарға жеткен бірқатар қызметкерлерді марапаттады. Солардың қатарында Николай Погодин атындағы драма театрында 53 жыл қызмет етіп келе жатқан Людмила Турпаян да бар. Күні кеше ғана 70 жылдық мерейтойын атап өткен мәдениет саласының ардагері облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болды. Халық әртісі деген атаққа бұған дейін де ие болып үлгерген театр актрисасы өзінің қызмет жолында спектакльдерде 150-ден артық рөлде ойнаған. Закончила в 63 году здесь студию театральную. 1963 жылы театралдық студияны аяқтадым. Содан бері міне бүгінгі күнге дейін өзіміздің театрда еңбек етіп келемін. Біздің өңірімізде тұлға жасау үшін барлық жағдайлар жасалған. Театрдың барлық жабдықтармен жабдықталғаны мені қуантады. Облысымыздың әртістері әлемдік сахналарда да жемісті өнер көрсетіп жүр. Көбісі Біріккен Араб Әмірліктері, Ресейде, Қырғызстанда, Татарстанда өткен байқауларда жақсы нәтижелерін көрсетіп отыр. Қазіргі күні мәдениет пен мұрағат мекемелерінде 2,5 мың адам еңбек етеді және жыл сайын мәдениет ошақтары ашылып келеді. Тек осы жылы ғана тағы 11 мәдениет нысанын ашу жоспарда бар. Менің еңбегімді жоғары бағалағаныңыз үшін алғыс білдіргім келеді. Және де құрметті мәдениет қызметкерлері, әріптестер, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге отбасыларыңызда табыс, еңбектеріңізде жеміс, және де денсаулықтарыңыз мықты болсын бәріңіздің. Мәдениет пен өнер қашанда қоғамның ажырамас бір бөлшегі. Сондықтан сала мамандары еңбегінің бағаланып жатқаны заңдылық. Ал биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 80 жыл толып отыр. Осы айтулы мерекеде өңірімізде 1,5 мыңнан артық іс-шаралар жоспарланған екен. Сол іс-шараларды ұйымдастырып өткізуде мәдениет пен өнер саласы қызметкерлерінің еңбегі де орасан зор болады.